sabağı, özgür sabahımızda жақсылап бастау үшін бір-бірімізге жақсы көңіл-күй тілейік. Бір-бірімізге күлімдеп қараймыз. Özgür sabahımыздың тақырыбы есепті модельдеу. Жақсы бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есепті модельдеу. Сабақтың мақсаты 2-3 амалмен орындалатын есепті кесте қысқаша жазба түрінде модельдеу. Модельдеу дегеніміз берілген тапсырманы одан әрі зерттеу, одан әрі түсінікті ету екен. Сабағымызды миға шабуылдан бастаймыз. 1 сантиметрде қанша миллиметр бар? 1 сантиметрде қанша миллиметр бар? 20 миллиметр бар. Кім дұрыстап айтады? Дұрыс, 10 миллиметр бар. 5 жердегі безім. Разраймен 5 жердегі без. Дұрыс, отыр. 30-ды 2-ге бөлеміз. 30-ды 2-ге бөл. 15 дұрыс. 2 тәулікте қанша сағат бар? Біз миға шабуылды сабалдық. Енді әрі кітапқа қараймыз. Бірінші тапсырма. Біз оларға оқыш не дейді? Санларды өз ретімен басып мақалды оқы. Жақсы. Бірнеше сан берілген. Енді біз оларды өсу ретінде жазамыз. Ең бірінші, қайсысын жазуымыз керек? Ең кіші санды жазады екен. Жазыңдар дәптерге. Дұрыс, 99. Одан кейінгісі. Одан кейін. Дұрыс. Одан кейін. Мына жақтан қайтады. Дұрыс, 96. Одан кейін. Жоғын алдында біреу бар. Дұрыс, 966. Сосын бар 969 екен. Және осы берілген үлкен сан. 999 екен сәйкесінде. Жақсы. Сіз, біз деген сол сөз ағайынға жауаптар. Кім түсінді мақалды? Ал? Қатыстаймыз. Енді келесі олай болса балалар, біз ата-анамыздан үлгі ала жүргенде, және туған туыстарымызбен отбасыда жылы жүруіміз керек. Отбасылық бірлік болуы керек. Жақсы, енді өздік жұмысы, екінші тапсырма. Есеп берілген, бірақ біз оны қалай жазуымыз керек? Сүт қанша тұрады? Аяғымыз 200 теңге тұрады. Теңге тұрады, иә? Ірімшік қанша тұрады? Ірімшік 420 теңге тұрады. Айран қанша тұрады? 340 теңге тұрады. Дұрыс, айран. Енді анасы не сұрап тұр бізден? Не сұрап тұр? Барлығын сұрап тұр. Барлығы қанша теңге жұмсады, соны сұрап тұр, иә? Қалай табамыз? Қалай табамыз? Барлығын қосады екеумізде, айранның бағасын, сүттің бағасын, және ірімшіктің бағасын. Жұмсады деді, айару. Қанша жазуын толықтырып есеп құрастыр. Қысқаша жазуын толықтырып есеп құрастыр дейді. Бүлдірген 5 килограммнан, енді мына жердегі 4 бұрыштың орнына сен өзің сан қоясың. Қанша жәшік? Қарақат 4 килограммнан қанша жәшік? Осыны өзің қойып, соңында нені тап дейді? Барлығын тап дейді. Қараңдар. Бәрін тақаған. Мінекей. Бүлдіргенге 5 килограммнан 3 жәшік бердім, қарақатқа 4 килограмман 4 жәшік бердім. Міне, 5 килограмман бүлдірген, яғни 3 жәшік, және қарақат 4 килограмман әрқайсында 4 жәшік. Бізге барлығын табу керек. Енді осы жерде ойланып көрейік.
барлығын қалай табамыз? Бүлдіргеннен қанша алып отыр, қарақаттан қанша алып отыр? Оны қалай табуға болады? Ал? Қанша болады сонда? Дұрыс, 31 болады деп. Сонда барлығы 31 штек сатып алған екен. Енді сендер мына жердегі сандарды, жәшіктің сандарын өзгертіп, әркім өзі басқаша құрады. Сөйтіп құрап дәптерімізге жазамыз. Мысалға, бүлдірген 100 килограммнан 3 жәшік емес, 4 жәшік не 5 жәшік деп жазуға болады. Қарақатты 4 килограммнан 2 жәшік не болмаса, 1 жәшік деп бар, 5 жәшік деп бар жазуға болады. Осыны әркім өз дәптеріне орындайды. Сондай шешуін жазып шығарамыз. Сандарды жәшіктердің санын өзгертіп, әртүрлі есепті түрлерді шығаруға болады екен. Және барлығын табу үшін түрде қосып табады. Оқыш, не жақсы түсін? Қатты оқып. Бүлдірген 5 килограммнан 6 жәшік, қарақат 4 килограмман 3 жәшік. Барлығы қанша жәшік? Қалай таптың? Барлығы 42 жәшік. Қалай таптың енді соны? 5-ті алтыға көбейттім де қостым, оған 4-пен көбейтеміз 3-ті. Сонда 5-пен 6-ны көбейтсеңде қанша шықты? 30. 4-пен 3-ті көбейтсек 12 шықты. Сосын екеуін қостың, е? Екеуін қостым. Қанша шықты? 42 жәшік шықты. Дұрыс, өте жақсы. Кім шығарды, басқаша шығарғандар бар ма? Ал, сіздер қатты оқырын. Қарақат 4 килограммнан 2 жәшік. Барлығы белгісіз жәшік. 5 көбейту 5, қосу 4 көбейту 2. 38 килограмм. Барлығы 38. Жақсы, қанша көбейін? Апай жина бар ма? Дұрыс. Апай жина бар ма? Нарада 8 шықты. Мына жерде 20. Бірінші топтан айтатындар бар ма? Жақсы, мына 3-ші топтан айтатындар бар ма? 2-ші топ айтыңдар бар. 1-ші топ, 3-ші топтан. Аяқ адам болғанда оқалы. Бүлдірген 5 килограмман 9 жәшік. Қарақат 4 килограмман 5 жәшік. Барлығы белгісіз. Шешуі 9 көбейту 5, 35 көбейту 4. Тең 65. Барлығы 65 жәшік. Көрейік түспеген. Мына жерде 45 шықты, мына жерде 20. Дұрыс. Жақсы. Жақсы, осымен осы есепті аяқталған. Мінекей. Сонда сандарды жәшіктердің санын өзгертіп, әртүрлі есепті түрлерді шығаруға болады екен. Және барлығын табу үшін түрде қосып табады екенбіз. Жақсы. Төртінші қараймыз. Ішіндегі қорларды санын анықтау үшін тігінен санаймыз және көлденеңнен санаймыз. Тігінен санасақ 4-еу, көлденеңнен санасақ 5-еу. Осы 5-тен 4-ті көбейтіп санын анықтауға болады. 3-тен 4 қанша? 20. 20 бар екен көрейік қанша. 4-еу, 8, 12, 16, 20. Дұрыс. Сонда бізге анықтаудың оңай жолы
санап, олардың санын көбейту екен. Енді мына жерде өздерінің кітаптарында бар, бірінші тұрған торгөздің санын қалай анықтауға болады? Торлардың саны. Иә? Мынадан қарап отырсыздар ғой. Мына жерде қарайықшы, мына жерде 4 торгөз тұр, мына арада 4 және 4. Сонда 4-тен 4 түрек тұр ғой. 4-те 4-ті көбейтіп анықтауға болады екен, иә? 4-те 4 қанша? Қанша? 16 торгөз бар екен, дұрыс. Екінші фигура, жасыл фигураны ұстаймыз кітаптан. Қалай анықтауға болады? Айтпағанда айтсыш. Соңғы топтан кім анықтайды? Арсен, нешені көбейтіп анықтауға болады? 3 пен 6-ны көбейтсек. Иә, қанша болады сонда? 18 болады екен. Үймет өздері жазында. Есептегендеріңізді жазында. Біріншісі 4-те 4-ті көбейтіп, екіншісінде 6-ны 3-ке, үшіншісінде 5-ті 4 рет көбейтіп, оны 4-ке қостық. Соңғысында 6-ны 2-ге көбейтіп, 4-ті қостық. Әркетке жазамыз. Бірінші топтан тақтаға. Бірінші топ. Тақтаға. Екінші топтан. Амира шыққан. Амира шыққан. Қарабалда достар бізде жазылған. Нұрай, соңғы фигура. Енді ыстық орындық. Осы бүгінгі өткен тақырыптар бойынша ыстық орындық. Кім келеді бірінші топтан? Ал кел. Бір жылда неше ай бар? Дұрыс, өте жақсы шапалақ. Екінші топтан кім шығады? Кел. Сұрақтайын. Ал жерден үш. 10 сантиметрдің неше дециметр бар? 10 сантиметрде қанша дециметр бар? Дұрыс. Кім шығады мына жақтан шықпағанда шықсындар? Есепті модельдеуді үйрендік. Есептің жарты бойынша не шығардық? Есепте. Өрнегін құрастырдық, иә? Сосын есеп. Айтылтан. Фигуралар туралы есеп шығардық. Егер сен барлығын түсінсең, сен жоғарғы сатыда тұрасың. Барлығын түсіндің ба? Егер сәл түсінбегендерің болса, сен екінші сатыда тұрасың. Ал егер ештеңе түсінбесең, соңғы сатыда тұрасың. Кім түсінді, кім түсінбеді, қол көтеріп жауап берейік. Ал барлығымен жұмыс жасадың, е? Айтылтан. Мен фигураларды санауды үйрендім. Тағы? Фигуралармен есеп шығардық. Өрнек құрады, е? Оның бәрін білесің, е? Үйрендің ба? Жақсы. Жарайды, осымен айнытпай, қазір қараңдар. Сабақ соңында тағы айта жатарсыңдар. Үйде кітапханада нөмірі 5-ші тапсырма. Соны орындайсыздар. Сабаққа бүгін жақсы қатысқан балаларға рахмет.
Aysular cevap bileceksin. Üçüncü topta Cadıran, Altayır, Navruzbay, Sizim, Yazsak